Саламатсыздар ма балалар? Бүгін бізде сауат ашу негіздері ұйымдастырылған оқу қызметі. Балалар, біз сауат ашу негізі ұйымдастырылған оқу қызметінде дыбыстарды үйренеміз, әріптерді үйренеміз. Дыбыстардан біз буын құраймыз, буыннан сөз құраймыз, сөзден сөйлем құраймыз. Тыңдадық па балалар? Ол балалар бізде жануарлардың дыбысы, жануарлар дыбыстайды екен. Жануарлардан бөлек балалар құстар, жаңбырдың дыбысын естиміз, желдің дыбысын естиміз. Сонымен бірге тіпті адамдар да дыбыстайды. Дыбысты біз балалар не істейміз? Тек қана естиміз және айтамыз. Естиміз және айтамыз. Дыбысты біз көрмейміз, ұстай алмаймыз, тек қана естиміз және айтамыз. Ал мыналарға, мына суреттерге назар аударайықшы балалар. Бұлар бізде әріптер. Бұларды біз көреміз, әріпті біз көреміз және жазамыз. Әріпті көреміз және жазамыз. Дыбысты біз құлағымызбен естиміз, аузымызбен айтамыз, әріпті көреміз және жазамыз. Олай болса балалар, келесі бейнетаспаға тағы да назар аударайық. Сәлеметсіңдер ме балалар? Бүгін біз сіздермен әліпбиді оқуды бастаймыз. Бұл кітап әріптер мен сөздердің сиқырлы әлемі деп аталады. Кітап жай кітап емес, сиқырлы кітап. Енді балалар мұқият зер салып қараңыздар. Ө әріпі. Өрмекші. Өзен. Өткел. Өгіз. Өсімдік. Өрік. Балалар, суреттерге қарайықшы, мына жерде қандай суреттер көрдіңіз? Өзен, өсімдік, өгіз, өрік, өрмекші. Бұл балалар ө дыбысынан басталады екен, ө дыбысынан басталады. Ө дыбысы деп бәріміз бірге айтып көрейікші. Қалай айтылып тұр? Кедергіге ұшырамай, созылып айтылып тұр. Демек біздер балалар ө дыбысы дауысты дыбыстар. Дыбыстар балалар білесіңдер екіге бөлінеді. Дауысты және дауыссыз болып. Дауысты дыбыстар кедергіге ұшырамай созылып айтылса, ал дауыссыз дыбыстар кедергіге ұшырап қысқа айтылады екен. Ө дыбысы бізде жіңішке дауысты дыбыс екен, ө дыбысы жіңішке дауысты дыбыс екен. Өзен сөзі. Буынға бөліп көрейік. Өзен, өзен. Екі буын, өзен, екі буын. Өсімдік, өсімдік. Үш буын, өгіз, өгіз. Екі буын, өрік, өрік. Екі буын, өрмекшін бөліп көрейік.
тақтада келесі сөздерге біз дыбыстық талдау жасауды да үйренеміз. Өзен және өрік сөзіне дыбыстық талдау жасап үйренейік балалар. Дыбыстық талдауды қалай жасаймыз? Біз дауысты дыбыстарды қызыл түспен, дауыссыз дыбыстарды көк түспен белгілейміз. Өзен сөзінде ең бірінші Ө дыбысы біз жаңа айтып өттік. Дауысты дыбыс, демек оны біз қызыл түспен белгілейді екенбіз. Ары қарай екінші дыбысы бізде З дыбысы бізде дауыссыз дыбысты біз көк түспен белгілейміз. Келесі Е дыбысы бізде дауысты дыбыс, демек біз оны қызыл түспен көрсетеміз. Соңғы дыбысы Н дыбысы бізде дауыссыз, демек біз оны көк түспен белгілейміз. Дыбыстық талдауды балалар осылай жасайды екенбіз. Дыбыстық талдауды осылай жасаймыз. Өзен сөзінде бізде неше әріп бар? 4 әріп бар. Өзен деген екеуі дауысты, екеуі дауыссыз. Балалар, сөздегі буынның саны сол сөздегі дауысты дыбыстың санына байланысты. Bir сөзде неше дауысты дыбыс болса, сонша буын болады екен. Неше дауысты дыбыс бар, сонша буын болады екен. Сонымен бүгінгі сабағымызды қорытындылайтын болсақ, балалар, біз бүгін Ө дыбысымен таныстырайық. Ө дыбысы бізде дауысты дыбыс. Дауысты дыбыстың ішіндегі жіңішке дауысты дыбыс созылып айтылады екен. Дыбыс дегеніміз бізде балалар. Дыбыс біз не істейді екенбіз? Естиміз, айтамыз. Ал әріпті біз көреміз және жазамыз. Ал балалар, бүгінгі сабағым түсінікті болса, жасыл түсті, ал егер түсініксіз болса, қызыл түсті көтереміз. Барлықтарына сабақ түсінікті болды деген ойдамын, не? Жарайсыңдар балалар. Ондай болса, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңдар.